Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін тыныс алу жүйесінің диагностикасын талдайтын боламыз. Диагностикасына аспаптық және зертханалық зерттеу жұмыстары жатады. Аспаптыққа рентгенологиялық және спирографияны талдайтын боламыз. Зертханалық зерттеу жұмыстарына қақырық талдауы және де өкпе қабы сұйықтығы. Рентгенологиялық зерттеуден бастаймыз. Рентгенологиялық зерттеу әдісі деп ағзаны рентген сәулесімен зерттеуді айтамыз. Яғни оның ішінде рентгенография. Бұл рентген сәулесінің көмегімен жарық сезгіш, яғни рентген пленка, екі жағына күмістің тұздары жағылған қабыршақ, электрондық жартылай өткізгіштер, газды немесе фотодиодты сцинтилляторлы және тағы басқа жарық сезгіштер, яғни детекторлар құрал қолдану арқылы зерттелуші адамның мүшелерінің рентген суретін алу әдісін айтамыз. Рентгенография. Суретте көріп тұрғандарыңыздай экранда өкпе екі ақшыл алаң ретінде көрінеді. Яғни біз ақшыл деп қара түсті нәрсені айтамыз, ал қараю деп керісінше ақ түсті нәрсені айтамыз. Ірі және орташа бронхтар шектелген ашық тілімдер болып көрінеді, ал қан тамырлар болса қанмен толық болғандықтан үзіліссіз сызық тәрізді көлеңкелер ретінде білінеді. Спирография. Спирография ерекше аппараттардың көмегімен, яғни спирометр, спирограф және тағы басқа жүргізілетін тыныс алу қозғалысының көлемі мен жылдамдығын тіркеу әдісі. Спирографта тіркейтін көрсеткіштер. Бірінші тыныс алу жиілігі. Ол 1 минуттағы тыныс алудың санын айтамыз. Қалыпты жағдайда бұл көрсеткіш 16-22-ні құрайды. Келесі тыныс алу көлемі. Ол бір рет тыныс алғанда өкпедегі ауаның көлемі сау адамда 300-1200 мл құрайды. Үшінші тыныс алудың минуттық көлемі. Ол өкпе арқылы 1 минутта өткен ауаның көлемі орташа есеппен 6-8 литрді құрайды. Спирографияның жасалу әдісі. Ең алдымен науқасты дайындаймыз. Спирографияны таңертең немесе таңғы астан кейін 1-1,5 сағаттан кейін жүргізіледі. Пациенттің киімі көкірек қуысын қыспауы тиіс. Зерттеу алдында темекі шегу, кофе ішу, физикалық жүктемені тоқтату қажет. Зерттеу науқас тыныш отырып дем алғанда 3-5 минут аралығында жазылады. Бұл уақытта құрал жұмыс істеу көрсеткіштерін тіркейді, яғни тыныс алу жиілігі мен тыныс алу көлемі жазылады. Қақырық деп жөтелу және қақыру кезінде ішкі тыныс алу жолдарынан бөлінетін патологиялық затты айтамыз. Яғни қақырық құрамында кілегей, сірлі ұйыма сұйықтық, қан және тыныс жолдарындағы клеткалары, тіндердің ыдырауынан пайда болған элементтер, кристалдар, микроорганизмдер, қарапайым паразиттер, гельминттер және де олардың жұмыртқалары болуы мүмкін. Яғни біз қақырықты талдау арқылы тыныс алу органдарындағы патологиялық үрдістердің түрін және де оның себептерін анықтай аламыз. Қақырық түстері. Мөлдір, ақшыл, сұйық көбікті болса, ол өкпе ісінуінде, өкпе ауруларының бастапқы сатыларында пайда болуы мүмкін. Сарғыш түсті ол аз мөлшердегі іріңді білдіреді, яғни созылмалы бронхиттер, туберкулездер кезінде пайда болуы мүмкін. Жасыл ол қою іріңді қақырық, яғни ол іріңді абсцестің жарылған кезінде пайда болады. Келесі қызғылт түсті ол қан араласқан қақырық, яғни өкпеден қан аққандығын білдіреді. Ол бронхоэктаздар, рак кездерінде пайда болады. Сұр қара түсті. Бұл көбінесе шахтада істейтін адамдарда, немесе созылмалы аурулары бар адамдарда, яғни көмірдің шаңы немесе саңырауқұлақты аурулар кезінде пайда болады. Дені сау адамның өкпе қабы қуысында аз мөлшерде құрамы жағынан лимфаға сәйкес келетін, тыныс алу кезінде плевра жапырақшаларының жылжуын жеңілдететін сұйықтық болады. Өкпе қабылық сұйықтықтың көлемінің ұлғаюы өкпеде қан және лимфа айналымының бұзылуына байланысты транссудат немесе өкпенің қабыну өзгерістеріне байланысты эксудат болады. Эксудат өкпе қабының клиникалық біріншілік инфекциядан немесе әртүрлі жалпы инфекциялардан және өкпе мен басқа да аурулар кезінде ревматизм, өкпе инфаркты, плевраның рагы немесе туберкулезі, лимфосаркома, лимфогранулематоз тағы басқа кездерінде болуы мүмкін. Өкпе қабы сұйықтығын зерттеудің мақсаты эксудат немесе транссудат екендігін ажырату. Екінші патологиялық үдерістің түрі туралы мәлімет беретін сұйықтықтың клетка құрамын зерттеу. Үшінші, егерде өкпе қабының зақымдануы инфекциядан болса, оның қоздырғышының антибиотиктерге сезімталдығын анықтау үшін жасалынады. Сіздермен бірге медицина әлемі каналы. Пайдалы ақпарат болған болса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.